Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазіргі қоғамда табысқа жеткен адамдар туралы әңгімелер өте көп. Бірақ сол табыстың қалай келгені, оның артында қандай өмір жатқанын бәрі бірдей біле бермейді. Әсіресе көпшілікке танымал тұлғалардың өмірі көбіне сыртқы көрініс арқылы ғана бағаланады. Гүлзира Айдарбекова дәл осындай тұлғалардың бірі десем, қателеспейтін шығармын. Бұл видеода біз Гүлзира Айдарбекованы тек сыртқы жетістіктері арқылы ғана емес, оның өміріндегі негізгі кезеңдер туралы баяндап беруге тырысамыз. Гүлзира Айдарбекова 1968 жылы Түркістан қаласында дүниеге келген. Көп балалы отбасында Гүлзира 7-ші бала болды. Мұндай ортада еркелікке орын аз, ал жауапкершілік ерте келеді. Үйдің тіршілігі, күнделікті еңбек, қарапайым тұрмыс оның мінезін қалыптастырған негізгі факторлардың бірі. Балалық шағы сән салтанатпен өткен жоқ. Керісінше еңбекпен, тәртіппен және үнемшілдікпен өтті. Мектеп жасынан бастап ол еңбекке араласты. Жазғы демалыс тынығу емес, жұмыс істеу уақыты еді. Бұл кезең оның өмірге деген көзқарасын өзгертті. Ештеңе оңай келмейтінін, әр жетістік маңдай тердің нәтижесі екенін ерте түсінді. Мектепті аяқтағаннан кейін Гүлзира трикотаж фабрикасында жұмыс істейді. Бұл оның еңбек жолының алғашқы баспалдағы. Қарапайым жұмыс болғанымен, ол үшін үлкен тәжірибе мектебі болды. Кейін Алматыдағы ауыл шаруашылық институтында білім алады. Бұл кезең жаңа мүмкіндіктер мен жаңа ортаға бейімделу кезеңі еді. Студенттік жылдар көп жастар үшін еркіндік пен ізденіс уақыты болса, Гүлзира үшін бұл жауапкершілік кезеңі болды. Себебі ол бұл уақытта тек өз болашағын ғана емес, болашақ отбасында ойлай бастады. 19 жасында Нұртас Айдарбековке тұрмысқа шығады. Бұл шешім оның өміріндегі маңызды бетбұрыс болды. Көп ұзамай тұңғыш ұлы Қайрат дүниеге келеді. Кейін тағы 2 ұл өмірге келеді. Жас отбасы үшін бұл кезең оңай болған жоқ. Олар жатақханада тұрды, қаржылық қиындықтарды бастан өткерді, бірақ дәл осы қиындықтар олардың бір-біріне деген сенімін күшейтті. Гүлзира үшін ана болу тек бала тәрбиелеу емес, болашаққа жауапкершілік алу еді. Ол балаларының тек аман-есен өсуін ғана емес, олардың болашағы жарқын болуын қалады. Өмірдің қиындығы оны жаңа жолдар іздеуге мәжбүр етті. Жатақханада шетелдік студенттердің көп болуы күтпеген мүмкіндікке айналды. Гүлзира солардан шетелдік киімдер сатып алып, базарда сата бастайды. Бұл оның кәсіпкерлікке жасалған алғашқы батыл қадамы еді. Алғашында бұл тек қажеттіліктен туған әрекет болса, уақыт өте келе табысты іске айналды. Жолдасы да бұл іске қосылып, отбасы табысы арта бастайды. Нәтижесінде олар алғашқы көліктерін сатып алады. Бұл олардың еңбегінің нақты жемісі еді. Бұл кезең Гүлзираның бойындағы маңызды қасиеттерді айқындады. Тәуекелге бару, мүмкіндікті дер кезінде пайдалану, еңбекқорлық, табандылық. Кейбір армандар адамның ішінде қиял болып қалатыны жасырын емес. Ал кейбір адамдар үшін арман деген ол мақсат болады, сол мақсатқа жетпей тынбайды. Гүлзира Айдарбекова үшін баласының өнер жолына түсуі дәл осындай мақсат болды. Бұл арман кездейсоқ пайда болған жоқ. Ол өзінің жұбайы Нұртас Айдарбековтың дауысын ерекше бағалайтын. Жастық шағында оның ән айтуға мүмкіндігі болмағаны Гүлзираның жүрегінде бір өкініш болып қалғандай. Қайраттың бойында өнерге деген бейімділік ерте байқалды. Бұл анасының сенімін күшейтті. Ол баласының дарынын кездейсоқтыққа қалдырмай, оны дамытуға тырысты. Алғашқы сахнаға шығуы небәрі 10 жасында болды. Бұл үлкен сахна емес, бірақ үлкен жолдың бастамасы болатын. Көп ата-ана баласының қызығушылығын уақытша нәрсе деп қабылдайды. Ал Гүлзира керісінше оны болашақ ретінде қарастырды. Гүлзира ұлын продюсерлерге апарып қолдау іздейді. Бірақ олардың көпшілігі Қайраттан болашақ жұлдызды көрмейді. Кейбірі тіпті сахнада ұмытуға кеңес береді. Бұл кез келген ана үшін өте ауыр соққы. Бірақ Гүлзира бұл жерде тоқтаған жоқ. Сырттан қолдау таппаған соң, ол ең қиыны, бірақ ең батыл шешімді қабылдады. Баласының продюсері өзі болу. Бұл шешім үлкен тәуекел еді. Өйткені тәжірибе жоқ, байланыс аз, шоу-бизнес заңдылықтары белгісіз. Бірақ оның бір артықшылығы болды. Шексіз сенім. Қайрат 19 жасында Алматыда алғашқы жеке концертін берді. Бұл концерттің артында үлкен еңбек жатты. Афишаларды өзі жапсырды,
ұйымдастыру жұмыстарын өзі жүргізді, қаржылық жауапкершілікті де өзі көтерді. Бұл продюсерлік қызметтің толық циклі еді. Сол концерт олардың өміріндегі бетбұрыс сәттердің бірі болды. Сәттілік бір рет келуі мүмкін, бірақ оны ұстап қалу мүлде басқа нәрсе. Гүлзира Айдарбекова осыны жақсы түсінді. Сондықтан ол тек концертпен шектелмей, жүйелі жұмысқа көшті. Жаңа әндер, түрлі авторлармен жұмыс, тыңдарман талғамын зерттеу, имидж қалыптастыру, ол бір орында тұрып қалмады. Гүлзира Айдарбекова үшін ең қиын нәрселердің бірі ана мен продюсер рөлін қатар алып жүру болды. Үйде ана, жұмыста талапшыл жетекші. Бұл екі рөл кейде қарама-қайшы келеді, бірақ ол екеуін ажырата білді. Ол бір сөзінде үйде балаларым, ал сахнада әртіс деп айтқан. Бұл кәсіби шекараны түсіну. Танымалдылық тек мүмкіндік емес, ол сонымен қатар үлкен жауапкершілік. Әсіресе ол отбасыңмен астасып кетсе, жеке өміріңмен байланысса, оның салмағы бірнеше есе артады. Қоғам әрқашан танымал адамдардан белгілі бір мінсіздікті күтеді. Олар қателеспеуі керек, әр сөзі мен әрекеті өлшеніп тұруы тиіс деген көзқарас қалыптасқандай. Гүлзира Айдарбекова да осы қысымнан тыс қалған жоқ. Қайрат Нұртастың танымалдылығы артқан сайын, оған ғана емес, бүкіл отбасына деген назар күшейді. Әрбір қадамы талқыланды, бағаланды, кейде сынға алынды. Бұл бақылауда өмір сүру деген сөз. Бірақ қоғамның күтуі мен адамның шынайы өмірі әрқашан сәйкес келе бермейді. Дәл осы жерде ішкі қайшылық пайда болады. Гүлзира бұл қысымды қабылдай білді, бірақ оған толық бағынған жоқ. Қоғамда ақпарат тез тарайды, ал тексерілмеген ақпарат одан да тез таралады. Қайрат Нұртастың отбасына қатысты түрлі әңгімелер, оның үйленуі, отбасы жағдайы, жеке өмірі жылдар бойы талқыланып келді десек, қателеспейтін шығармыз. Кейбірі шындыққа жанасса, кейбірі жай ғана болжам болды. Бірақ қауесеттің ең қауіпті тұсы оның эмоцияға әсер етуі. Адамдар көбіне фактіге емес, әсерге сенеді. Кейбір жағдайларда айтылған пікірлер этикалық шекарадан асып кеткені байқалды. Отбасы мүшелеріне қатысты ауыр айыптаулар, орынсыз сөздер. Бұл тек қоғамдық пікір емес, жеке адамның намысына тиетін жағдай. Осындай сәттерде Гүлзира Айдарбекова үнсіз қалмай, ашық жауап берген кездері де болды. Бірақ ол әрбір сынға жауап беріп, жанжалға араласуды әдетке айналдырған жоқ. Қайрат Нұртастың отбасын ұзақ уақыт көпшілікке көрсетпеу қоғамда көп талқыланған шешімдердің бірі болды. Кейбіреулер оны түсінбеді, кейбіреулер сынады, бірақ бұл шешімнің артында нақты логика болды. Біріншіден, бұл қазақы дүниетанымға жақын ұстаным, отбасы сырт көзден қорғалуы тиіс кеңістік. Екіншіден, бұл продюсерлік стратегия. Өнер адамның бейнесін қалыптастыру кезеңінде оның жеке өмірі емес, шығармашылығы алдыңғы қатарда болуы керек деген қағида ұстанылды. Гүлзира Айдарбекова бір маңызды нәрсені дұрыс таңдады. Ол уақыт. Жұлдыз Әбдікәрімованың көпшілікке кешірек таныстырылуы кездейсоқтық емес. Бұл Қайраттың толық қалыптасуын күту, аудиторияның қабылдауын ескеру, ақпаратты кезең-кезеңмен беру сияқты факторларға байланысты болды. Адамның өмірі тек қана жетістіктерден тұрмайды. Әрбір биіктің көлеңкесінде ауыр сынақтар жатады. Гүлзира Айдарбекованың тағдыры да дәл сондай сырт көзге мықты, жарқын, табысты көрінгенімен, оның ішінде жүрекке түскен жаралар аз емес. Гүлзира Үсенқызы үшін ең ауыр соққылардың бірі анасының өмірден өтуі болды. Ана адамның ең алғашқы қорғаны, ең шынайы тірегі. Қанша жасқа келсе де, анадан айырылу адамның ішкі дүниесінде орны толмас бос кеңістік қалдырады. Ол анасы туралы жазған естелігінде балалық шақтың иесін, мейірімнің жылуын, қарапайым өмірдің қадірін ерекше сезіммен еске алады. Анашымның өмірден өткеніне 7 жыл өтіпті деп историяма салған болатынмын. Лентамда естелік болып сақталсыншы. Туғаннан құлыным деп аймалаған, өзіндей аяулы жан қайда маған. Дүние аналармен көрікті ғой, анасыз бұлбұл құста сайрамаған. Көз ілмей түн қатқан, жаным деп үн қатқан, мәпелеп баласын мың алғыс анашым. Анасыз керек емес тақтамаған, адам ба ана сүтін ақтамаған. Адам боп жүрмесінде жер бетінде, ананың махаббатын сақтамаған деген ән жолдарын анашым маған 1-ші сынып оқып жүргенімде жаттатып, 8-ші наурызда мектепте айтқызып еді. Содан кейін сыныпта әр ән күй сабағында алғашқы ұстазымыз Зәкия апайымыз
Гуля шықшы тақтаға деп, осы әнді айтқызып, тыңдап отырып бір нүктеге қарап қиялға кететін. Татарстаннан біздің ауылға тұрмысқа шығып, ұзақ уақыт көрмеген, жырақтағы анасына деген сағыныш мекен, әлде анасы өмірде жоқ болды мекен деп ойлап қоямын есіме түскенде. Мен мектеп бітіргенше осы апайымыз Гуля деп еркелетіп, бірінші сыныптан бастап солай атаған соң, 10-шы сыныпты бітіргенімше барлығы Гуля деп, ал анашымның атауымен үйдегілер, ағайындар түгел Гули деп титтейімнен атайтын. Мектепті бітіріп Алматыға келген соң, бәрімен өз есіміммен Гүлзира деп танысып, қайта өз есіміммен аталдым. Анашым 92 жасында өмірден өтті. Сіздерге де анашымның жасын берсін. Мен Қайратты босанар уақытында студент болғандықтан Қара шаңыраққа енеме барып, Түркістан қаласында босанып, 3 айдан соң сессиям басталып, өз анамды қоса Алматыға алып келдім. Анашым 2 айдай Қайратты қарасып өзі бақты. Ол Қайратты бәрінен артық жақсы көрді. Себебі мені ерекше жақсы көретін. Анашымның есімі де ерекше. Басқа ешкімде жоқ шығар ондай есім. Қаримолда Башар қызы Зайфунун, жаның жәннаттан болсын анашым менің, деп жазды ол. Гүлзира Айдарбекованың өміріндегі тағы бір ауыр кезең студенттік жылдардағы оқиға. Жолдасы Нұртас Айдарбековтың пышақ жарақатын алуы жас отбасы үшін үлкен соққы болды. Ол кезде байланыс құралдары да шектеулі еді. Бір ғана хабар жас келіншек үшін дүниені төңкеріп жібергендей болды. Мені саудаға әкелген оқиғаны ешкімге айтпаған едім. Бір күні жолдасым Павлодар қаласына барып, бұзақылардың қолына тап болды. Ондағы жігіттер Алматыдан келген балаларға тиіскен. 18-дегі оқуға енді түскен баланы шақырған кезде, Нұрекең ол баланы тартып қалып, әскерден келген үлкен ағасы ретінде 60 баланың алдына бір өзі шыққан. Сол кезде ішіне бірден пышақ сұққан. Артқа бұрылғанда белінен сұғып, қан кетіп, жолдасым құлаған. Сонымен маған жолдасыңыз пышақталды деген хабар келді. Мен өлтіріп кетті екен деп ойладым. Төпешектен көтеріле алмай, сол жерде отырып ұстаған күйі айқайлап жылап әлі есімде. Ол кезде телефон жоқ, хабар білмейміз. Тек қана жатақхана комендантынан телеграмма келген, деп еске алды Гүлзира Үсенқызы. Сол сәттегі оның күйі шарасыздық пен қорқыныштың шегі. Тіпті ол сол жағдайға жету үшін өзіндегі бар дүниесін сатып, жолға ақша табуға мәжбүр болды. Бұл тек қаржылық қиындық емес, өмір мен өлімнің арасындағы таңдау сияқты ауыр сәт еді. Бұл оқиға оның кейінгі өміріне үлкен әсер етті. Саудаға келуінің де бір себебі осы болды. Яғни кейде адамның кәсібін тағдырдың өзі таңдап береді. Өмірінде тағы бір қауіпті кезең жол апаты. Бұл жай ғана жол апаты емес, бүкіл отбасы үшін шок болған жағдай. Көлік толықтай жарамсыз күйге түскен екен, ал Қайрат көліктен ұшып кеткен. Әйнек сынықтары оның денесіне, тіпті көзіне зақым келтірген. Бұл кез келген ана үшін ең қорқынышты сәттердің бірі. Қытайға ұшамыз деп асығып келе жатып, жол апатына ұшырадық. Көліктен түк қалмай, шелпек болып қалды. Бірақ Құдай сақтап қалды. Қайрат терезеден ұшып кетті. Әйнектер сынып, денесі мен көзіне қадалып қалды. Содан тыртық пайда болды. Көзілдірікті сол үшін тағып шығатын, деп жазды продюсер. Гүлзира Үсенқызының сөзінше, сол жол апатын фильмге арқау еткен. Өкініш фильміне жол апатын кірістірдім. Қалай көліктен аударылғанын, және өзімнің сол кезде қандай күйде болғанымды көрсеттім. Телефон соққаным да еш өзгеріссіз фильмге енді, деп жазды Қайрат Нұртастың анасы. Гүлзира Үсенқызының есімі қазір шоу-бизнес әлемінде белгілі бір салмаққа ие. Оның айтқан сөзі, қабылдаған шешімі көп жағдайда назардан тыс қалмайды. Бұл бедел кездейсоқ келген жоқ. Жылдар бойы жүргізілген жүйелі жұмыс, тәуекелге барудан қорықпау, жаңа идеяларға ашық болу, осының бәрі оның кәсіби деңгейін қалыптастырды. Ол ешқашан дайын жолмен жүрген жоқ, керісінше өз жолын өзі салды.